Сәлем достар, мен бүгін сіздермен куриный рулет дайындайтын боламын. Ол үшін алдымен тауықтың төс етін ет тартқыштан өткізіп аламыз. Өткізіп болдық. Енді бір жұмыртқамызды және тұз, бұрыш, паприканы қосып, жақсылап араластырамыз. Әбден ұрғылап араластырып аламыз. Арасы кеуек болып қалмау үшін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай әбден ұрғылап, жақсылап араластырып алыңыздар. Жақсылап ұрғылап араластырып алдық. Енді фольганың бетіне май жағып, фаршымызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Біркелкі етіп жайып шықтық. Енді табадан алып, ет тартқыштан өткізген сәбізімізді салып шығамыз. Арасына кепкен сары өрік және қара өрікті салып шықсаңыздар да болады. Бірақ мен оны салғым келген жоқ. Сәбізді ет тартқыштан өткізіп салып шықтым. Және видеодағыдай рулетімізді орап шығамыз. Арасына нори салып орасаңыздар әдемірек көрінеді. Орап болдық. Енді 3 қабат фольгаға нығыздап орап аламыз. 3 қабат фольгаға орамасақ, пісем дегенше күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан 3 қабат фольгаға жақсылап нығыздап орап алыңыздар. Енді 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскен соң суытып холодильникке бір тәулікке қойып қоямыз. Біздің бір тәулік уақытымыз өтті. Енді кесіп дастарханға қоя берсеңіз болады. Осымен куриный рулетіміз дайын, өте дәмді шықты. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта сырный рулет, шпинаттан жасалған рулеттерді көретін боласыздар.